Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге корейский бигудидің жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге кәдімгі ашыған қамыр керек. Ол үшін ұнға дрож, тұз, қантымызды салып, жылы сумен кәдімгіден нан илейміз. Қатты емес, шлей жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Илеген қамырымызды осылай жақсылап жауып, жылы жерде 1-2 сағатқа қоямыз, ашығанша күтеміз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына пияз, майда ұсақтап турап, капуста қоссаңыздар да болады, майдалап турап капуста және картошка майдалап кубиктап турап, барлығын қуырып аласыздар. Фарш қажет болады және капустаны осылай салам кетіп турадым. Картошканы да осылай кубиктап турап алдым. Менде 1/2 килодай жылқының етінен фарш. Қызып тұрған тапамызға сұйық майымызды құйып, алдыменен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз сарғайғанша. Және томат қосып, араластырып қуырамыз. Келесі кезекте үстінен фаршымызды салып, осылайынан барлығын жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз салып, қарабұрыш салып, өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса беруге болады. Келесі кезекте капустамызды салып, және картошкамызды да бірге қуырып аламыз. Барлығын шалап піскенше қуырсаңыздар жетеді. Мінекей біздің нанымыз ашыды. Осы нанымызды майда күлшелеп жайып аламыз. Біркелтетіп, шамамен 50-60 грамдай қылып алып жаямыз. Үстінен қайтадан күреңкімен жауып, бір 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей менде момент болды. Көтеріліп тұр. Енді осы қамырларымызға жаңағы салмамызды салып, осылайынан түйіп шығамыз. Және майланған мантабарымызға жайғастырамыз. Мінекей осылай қайнап тұрған ыстық суға пісіріп аламыз 40 минуттай. Мінекей біздің бигудиіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.